Assalomu alaykum. Қазіргі видео арнайы онлайн маркетинг үшін бүгінгі видео сұрақтар осы OLX сайтымен танысу, қалай жұмыс жасау керек, тіркелуден бастап осы реклама беру керек, қалай әпстен жазу керек, барлығын үйрететін боламын. Ал ендеше кеттік, қазіргі видеода мен OLX сайттан тіркелуді үйрететін боламын. OLX приложениесін Play Market және App Store'дан жүктеп алсаңыздар болады, және арнайы компьютерге арналған веб-сайт қолдансаңыздар болады. OLX.kz сайт арқылы тіркелуге және қолдануға болады. Ал қазір мен телефон арқылы көрсететін боламын тіркелуді. Ал кеттік. Бірінші Play Market'тен жүктеп аламыз, сосын сол жақ бұрышта батырма бар болады, соны басамыз. Вати батырмасын басамыз, сосын осы жерде Вати email дегенді басамыз. Міне екінші түр email жазамыз, сосын осы жерде бізде жаңа аккаунт ашу қажет болады. Егер сіздің аккаунтыңыз жоқ болатын болса, жаңа аккаунт ашамыз. Ол үшін бізге мына жерге номер жазамыз. Мұнда өзіміздің номер жазамыз. Мысалы осылай. Сосын номер жазғаннан кейін мына жерде галочканы қоямыз. Зарегистрироваться деген басамыз. Егер бұл номер алдын OLX тіркелмеген болса, сіздің осы жазған номеріңізге SMS пароль келеді, сол парольді жазып, вход етіп мына жерге пароль жазатын боламыз. Парольді осында жазамыз. Сосын войти батырмасын басамыз. Загрузка жүреді, сосын OLX сайтына кіреміз. Міне осы жерден OLX сайтына сәтті кірдік. Мына жерден қаламның суретін басу арқылы, міне привет нұреке деп тұр. Осыны басу арқылы өзіміздің атымызды өзгерте аламыз. Сосын настройка кіріп арқылы мына жерде атымызды өзгерте аламыз. Сосын резюме қосуға болады. Веб-сайт арқылы өзіміздің жеке паролімізді өзгертсек болатын еді. Бірінші бізге тіркелген кезде OLX өзі таңдап береді. Басқаша парольді біздің есімізде сақтап қалмауы мүмкін. Сондықтан оны өзгертуге болады. Телефонның арқылы OLX.kz сайтына кіреміз, сол жерден өзгертуге болады. Қазір кіріп көрсетейін. Менде өкінішке орай бірақ браузерде сайт ашылмады, бірақ OLX.kz сайтына кіретін болсаң, сол жерден настройка арқылы өзгертуге болады. Жақсы, мен келесі видеода енді қалай товар салу қажет, қалай заголовок қою керек, яғни атын қалай қою керек, сурет таңдау керек, әпсін жазу бойынша видеолар барысында айтып өтетін боламын. Келесі видеода көріскенше.